Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін біз сіздермен бірге роль енгізетін боламыз, яғни пайдаланушыны бөлетін. Мысалы, ол админ немесе ол қарапайым пайдаланушы немесе менеджер, маркетолог сияқты әр пайдаланушыға, әр клиентке өзіне жеке-жеке роль беретін боламыз. Яғни соның көмегімен біз өзімізде кейбір админ панельдегі кейбір страницаларды қорғай аламыз. Енді оны қалай істейміз? Users кестесінде біз жаңадан жол енгіземіз. Бұл жолдың атауы роль болсын. Оның типі int. Өйткені біз мысалы роль берген кезде ол жерде бірнеше роль болуы мүмкін. Сол үшін де мысалы бірінші, егер рольдің мәні 1 болса, онда ол қарапайым пайдаланушы. Ролі 2 болса, онда ол админ. Немесе ролі 3 болса, ол менеджер, 4 болса маркетолог. Сол сандардың көмегімен біз ол адамдардың, яғни клиенттердің, пайдаланушылардың рөлін тексере аламыз. Бұл жерде по умолчанию деген жерде екіншісін таңдаймыз, 1 деген таңдаймыз. Тіркелген кезде бұл пайдаланушыға автоматты түрде 1 деген санды береді. Өйткені барлық тіркелген адам ол пайдаланушы болып бастайды. Кейін ол админ, сол админ панельде қажетті пайдаланушылардың рөлін өзгерте алатын болады. Және де қалған мәліметтер негізінде бізге қажет емес. Сақтаймыз. Обзор дегенге өтетін болсақ, міне 1 деген роль автоматты түрде берілді. Тексерейік енді. Тексеру үшін біз мысалы бастапқы бетке өтеміз. Home TPL-ге қарай өтетін боламыз. Және де біз мысалы сессияда сіздермен бірге user контроллерді мысалы ауыз әдісінде пайдаланушының мәліметтерін user атты сессияда сақтаған болатынбыз. Дәл осы user атты сессияның көмегімен біз пайдаланушының рөлін, атын, поштасын, құпия сөздің барлық мәліметті ала аламыз. Енді осыны біз Home'да тексерейік, яғни пайдаланушы кіргеннен кейін ол бастапқы бетке өтетін болады. Бастапқы бет. Және де бұл жерде бізде header блогы қосылған. Header блогына өтетін болсақ, бұл жерде 2 батырма бар. Біз бұл форманы көшіріп аламыз да, жаңадан div ашамыз. Және де divтің ішінде осы форманы қоямыз. Кішкене отсып береміз. Тағы да бізге бір форма қажет. 2 форма болады. Енді тексеріп көрейік. Міне бізде 4 батырма шықты. Бірақ та бірінші батырма ол бізде кіру тіркелу батырмалары. Ал екіншісі болса, ол керісінше. Шығу және де пайдаланушының есімін көрсетеміз. Оны біз сіздермен қалай көрсететін боламыз? Оған арнайы Smarty шаблонында session айнымалысы бар. Сессияның ішіндегі біз userдің атын алатын боламыз. Мысалы тексерейік. Бұл жерде біз сессияны бастауымыз қажет, мәліметті берместен бұрын. Ол жерде, мысалы мына жерде session start деп бастадық. Және де сессияны енгіздік. Сессияны алу үшін біз тағы да session start деуіміз қажет. Әр файлға session start деп жазып өтпеу үшін индекс файлына өтіп, роуттың жоғарғы бөлігінде біз осы әдісті шақырамыз. Міне, менің есімімді шығарды. Көріп отырғандарыңыздай, яғни пайдаланушының есімін шығарады. Енді біз қайтадан headerға өтеміз. Бізде негізінде бұл жерде баттың қажет емес. Мысалы, пайдаланушының атын жай ғана қарапайым сөз ретінде шығарайық. Спанның ішінде және де шығу батырмасы. Шығу батырмасын біз форманың ішіне салайық. Type деген жерде submit болады. Форма құрамыз.
button'ды көшіріп аламыз. Және де бұл форманы ішіне саламыз. Action ол бізде aus logout сілтемесі. Method post, яғни post әдісінің көмегімен жібереміз бұл әдісті. Бұл форманы қалғанда барлығы осы күйінше қалады. Бірақ та бұл жерде екі форма тұр. Негізінде форманың ішінде форма құрған ол дұрыс емес. Сол үшін де біз сыртқы форманы div'ге өзгертеміз. Ал ішінде бұл форма күйінде қалады. Бұл жерде форма қала береді. Енді келесі кезекте біз тексереміз. Тексеру үшін if құрамыз Smarty шаблонының көмегімен. Егер Smarty session user айнымалысы болса, көшіріп аламыз дәл осыны. If'ті жабамыз. Және де үстіне де дәл осылай қоямыз. Бұл жерде енді isSet болмаса, егер пайдаланушы болмаса, онда кіру, тіркелу формалары көрінеді. Ал егер пайдаланушы isSet деген бар екенін тексереді. Егер бұндай пайдаланушы болса, сессияда сақталса, онда бізде сол пайдаланушының есімін шығарады. Spanның көмегімен. Және де шығу батырмасын көрсететін боламыз. Тексерейік. Міне, Әлібек және де шығу деп шығады. Енді біз Spanға класс береміз. Margin right 1. Margin right 1. Обновить етеміз. Міне, бір сөзден кейін кішкене түсіп жібереді. Енді шығу батырмасын әзірлейік. Ол бізде aus logout сілтемесі бойынша жүзеге асырылады. Біз сіздермен бірге authorize'ды құрдық. Дәл осылай logout құратын боламыз. Aus logout деп жазамыз. Logout әдісін шақырамыз. Әдіс post. User controller және де public function logout әдісін шақырамыз. Бұл жерде unset деп аталатын команда бар, яғни біз сессияның ішіндегі юзерді өшіріп тастайтын боламыз. Тексерейік. Logout іске асырылды, жүзеге асырылды. Міне кіру тіркелу, пайдаланушы өшті. Мысалы, бұл жерде сессияның ішіндегі біз тіркеген юзер айнымалысы ол автоматты түрде өшетін болады. Енді біз кидерді өзгертейік, яғни пайдаланушы сыртқа шыққаннан кейін ол қайтадан бастапқы бетке оралады. Тексерейік. Кіру. Мен қате енгізген секілдімін. Жоқ, бұл жерде қате енгізген. Міне, сәтті жүйеге кірдіңіз және де есімімді шығарды. Мысалы, обновить етсем, пайдаланушы сол күйі тұрады. Мысалы, осы бір тауардың ішіне кірем, бұл жерде де пайдаланушы сессияда сақталатын болады. Мысалы, обновить етсем, өшпейді. Мен шығу батырмасын басам, міне енді пайдаланушы өшті. Обновить етсем, міне пайдаланушы жоқ. Пайдаланушы авторизациядан шықты. Яғни жүйеден шықты.